ақш билігі Венесуэла жағалауында екінші мұнай танкерін тәркілегенін хабарлады. Бұл елге қарсы санкцияларды күшейтудің бір бөлігі ретінде бағалануда. ақш ресми өкілдерінің айтуынша, танкер Венесуэланың мұнайын тасымалдау кезінде ұсталған. Бұл әрекет америкалық санкцияларды бұзу ретінде қарастырылған. Вашингтон Венесуэла үкіметімен байланысты заңсыз мұнай саудасын тоқтатуға бағытталған шараларды күшейтіп отыр. Бұл соңғы апталарда тіркелген екінші жағдай. Сарапшылар мұны аймақтағы теңіз тасымалын қатаң бақылаудың белгісі деп отыр. Венесуэла билігі ақш санкцияларын заңсыз деп атап, олардың ел экономикасы мен халыққа зиян тигізіп жатқанын бірнеше рет мәлімдеген. Сарапшылар мұндай тәркілеулер аймақтық кеме қатынасына және жаһандық мұнай нарығына әсер етуі мүмкін екенін ескертеді. Бұл оқиға Вашингтон мен Каракас арасындағы шиеленістің әлі де жалғасып жатқанын және энергетика саласының негізгі дау нүктесі болып отырғанын көрсетеді. ақш билігі мұндай бақылау шаралары жалғаса беретінін мәлімдеді. Қосымша ақпарат шыққан жағдайда Абд Ньюс хабарлайтын болады.